Міне, мынама? Я, бер. Әкел, ішінен алып берші, Седев. Су әкелдім. Эш қайры. Жей қой. Болды енді, болды. Ай, Құдай жасаңды бергір. Үйді де алдау. Екі дүниеде де оң бассың. Қоя қой енді. Әлі келмеп бе? Бақшада отырып естімей жатқан шығар. Әжемнің де үйін көрейін. Бұл менің үйім емес. Апа, барып көрсеңші енді. Жоқ, көрмейін. Алдымен көрші, бостан-босқа қырсықпа. Өзің қырсықсың. Жүр. Жүрсеңші енді, апа. Қане. Кетіңдер дейді ғой. Ай, Құдай сені оңдырмасын. Құдайдың қаһарына ұшырайсың, Ферхунде. Апа. Ай. Неменеге атын аузың аласың? Сен де оңбай кет, Мидхат Кара. Саған істеген жақсылықтар марам болсын. Жетер енді, болды қайры. Ай. Құдай-ау, саған не жазбек, сонша не жазбек. Қане кет қылыңдар, бұл жерден тезірек кетейік. Бұрынғы істегендер аз болып бет, Құдай жазаңды бергір. Қайрия ханым. Қайрия! Апа! Ай, жаным. Апа! Қайрия! Ай, Апа! алдау. Алло? Апа? Бұл Ферхунде. Алло? Даусымды естігенге тіліңді жұттың ба? Ол жерде не қып жүрсің? Ай, Қайри, ай. Балам, комуттың тартпасында тілдің астына салатын дәрім бар. Жүгір. Жатын бөлмеде ме? Я тездет. Седеви, су берші. Ферхунде. Сабрет, Фикрет. Алдымен отырып ал, сонан соң айтайын. Апа, дұрыстап қарамадың да. Қойш, керек жоқ. Ол үйде не шаруаң бар деп тұрмын саған. Сен ішіңді дайындай бер, Фикрет. Мидхат Караға күйеуге шықтым. Фикрет. Сөздің қысқасы, енді бұл үйдің иесі менмін. Жезөкше. Үй ішінде не өшің бар? Сен не керек саған? Не өшің бар? Не қыл дейсің? Шевкет! Фикрет. Өлтіремін сені. Өлтіремін сені. Жаныңды алам, кел бері. Ай, жібер ғана, тиіспе. Мұның не сенің? Көрсетейін саған. Құдайым-ай, не болып жатыр өзі? Сен кімге қол көтердің, а? Өлтірем сені. Әке, жүгіріңдер, төбелес шықты. Жүріңдер, Ахмет келші бір-бірін өлтіріп жатыр. Әйелімнен кешірім сұра, бол тез. Кешірім сұра деймін. Әйелге қол көтеруге ұялмайсың ба? Оның үстіне менің әйеліме. Оңбаған. Мидхат, өтінем. Қане кешірім сұра. Осы үшін әлі жауап беретін боласың дешенде. Мен жауап берейін иттің баласы. Қойыңдар енді. Қойыңдар деймін. Болды. Шевкет сыртқа шық. Ұялмай жауап бересің дейді ғой. Есалаң. Өшірініңді Мидхат бей. Болды. Жай енді салаңа түс, болды. Құдай төбеңнен ұрсын. Бізді ойыншық қылдың ғой. Болды. Бұл еркектің ісі емес. Енді ештеңеге таң қалмайын десем де аңтаң боп тұрмын. Бізді лас. Арам ойының араластырдың. Арамның айтқанына ердің. Кетіңдер үйімнен, жоғалыңдар. Кетіңдер. Не дейін? Құдай бетерінен сақтасын. Маған істегендеріңнің жазасын тартып жатырсыңдар. Одан әрі кетіңдер. Құдай жазаңды берсін.
Құдай сені оңдырмасын, Ферхунде. Сені ешқашан кешпейм. Ой, сорлай, саған не жазып ем? Немді кешпейсің? Болды, айналайын, болды. Бұдан бұлай менен қорқ, Ферхунде, менен қорқ. Менен! Жетер енді, жетер! Әй, тоқтаңдар, Шевкет! Жоғалыңдар, жоғалыңдар! Шевкет, әкетші! Оңбаған! Ту, сен де адам емес екенсің. Қария! Жүріңдер ғана! Жүр, кетейік. Ай, Құдай жазаңды берсін. Бетіңді көрсетші. Біраз мұз басайық. Көрмейтінді көрдік-ау. Әнеке, жүріңдер, біздікіне барайық. Дүниеміз не болмақ? Алармыз, қалмайды, алаңдамаңыз. Жүріңіздер, Алирзаға. Ант етейін. Көздерін шайтам, бұл үйді қайтарып алам, әке. Бәрін куәсіңдер. Ант етейін. Бұл үйді олардан қайтарып алам. Жарай, жүріңдер енді. Ант етем. Өлтіріп қоя жаздадым. Аналар айырмаса өлтіретін едім. Өтті кетті болды, ақыры бәрінен құтылдым. Ал мен көз жұма алмаймын. Сен енді менің әйелімсің. Саған істелген жамандық маған да істелді деген сөз. Маған. Мені әрдайым қорғайсың ба? Күмәнің бар ма? Жоқ. Қорғанышым бар екен, алғаш рет сезіндім. Бүгін мұнда келмеуіміз керек еді. Берекеміз кетті. Неге мені тыңдамадың? Осылай болатынын білдің ғой. Маған бүгін қандай бақыт сыйлағаныңды білмейсің. Бетімнен ұрған ауыр сымбатымда. Оларды қуып шыққаным бар дертіме дауа болды. Не сезінгенімді түсіне алмассың. Түсінбейсің.